тоқтың замыканиенің алдын алу мақсатында осындай лайфхактар салып отыратын боламыз. Сосын стартер жөнінде де тағы бір кішігірім лайфхак. В общем айтқанда, стартерге БК-ға барып тұрған бізде жуан розовый қара түсімен паласы. Мына қасындағы розовый қара түстегі паласада постоянно плюс болады. Осыған келіп тұрған мында бізде қызыл провод бар. Бұл қызыл провод замок зажигания арқылы басқарылады. Именно осы реленің мына 87-ші контакты жағына келіп тұрады. Оны аласыз да сіздер мына релені қосатын контактіге ауыстырасыз, и сосын мына жаққа постоянно плюс беріп қоятын боласыз. Сол кездегі жағдай сізде. В общем айтқанда, жаңағы бізде стартерге міне дополнительно бір провод жалғанды ғой. Бұл, в общем, бұл орыстың көлігінде по-любому не тоқ жағынан кішкене дарбыткіні сізден күтетті. В общем айтқанда, міне 4 контакты. Енді мына жаңағы жалғанған бір проводыңыз, мына блок предохранительде қызыл точка тұр ғой. Осы жерге постоянно плюс аккумуляторден келіп тұрады. Осының бойындағы міне мына розовый провод, бұл именно генератордан зарядкасынан тіке келіп тұрған провод. Осыған мынаны без предохранитель жалғасаңыз болады стартерде. Себебі бұл жерде стартер нагрузкамен айналғанда реленің өзі күйіп кетеді. Бұл жерге предохранитель керек емес. В общем, стартердің БК-сы қумай қалған жақта, арғы жақта проводтар керек емес. Сіздің манадан бері күтіп отырған результатыңыз. Замок жабық тұр. Ашамыз, ашылды. Қызады. В общем, осындай мәселе.